Баршаңызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздерге түс жору жайлы видео ұсынамыз. Бүгінгі түс жору шығарылымыз жылқы жайлы болады. Каналға тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Ибн Сириннің айтуынша, түсіңізде жылқыны мініп жүрсеңіз, ол мына өмірдегі атақ-абыройыңызды көрсетеді деген. Мысалы, егер түсіңіздегі жақсы семіз жылқы болса, сіздің абыройыңыздың жақсы екендігіне ишара, ал арық әлсіз болса, абыройыңыздың әлсіз екендігін білдіреді деген. Түсіңізде ақ немесе ала жылқы мініп жүрсеңіз, жақсылыққа жорылады, атақ, даңқты, сабырлы екендігіңізге ишара. Түсіңізде қара жылқы мініп жүрсеңіз, ол ақшаның, мақтаншақтың белгісі. Түсіңізде ақ құба жылқы мініп жүрсеңіз, қайғының белгісі. Түсіңізде аяқтары ақ жылқы мініп жүрсеңіз, сізді біреу мақтап жүргендігінің белгісі. Түсіңізде қызыл жылқы мініп жүрсеңіз, бір жеңіске жететіндігіңіздің белгісі. Түсіңізде асау жылқы мініп жүрсеңіз, күнә жасап жүргендігіңізге ишара. Түсіңізде жылқымен шауып бара жатсаңыз, армандарыңызға қол жеткізу үшін талпынып жүргендігіңізге ишара. Түсіңізде жылқыңызды біреу тартып алса, абыройыңыздан айырылып қалуыңызға ишара. Түсіңізде атты өлтірсеңіз, абыройыңыздан айырылатындығыңызға ишара. Түсіңізде жылқыны сатып жатсаңыз, жұмыс орнынан кететіндігіңізге ишара. Түсіңізде өлген жылқыны көрсеңіз, адасып жүргендігіңізге ишара. Түсіңізде сізді жылқы тепсе, жақын бір адамыңыз сізді ұнатпайтындығының белгісі. Бойдақ жігіт түсінде жылқыны мініп жүрсе, үйленуге дайын екендігін білдіреді. Бойдақ қыз түсінде жылқы мініп жүргенін көрсе, жақсы жігітке тұрмысқа шығатындығына ишара. Бойдақ қыз түсінде жылқы сатып алып жатқанын көрсе, алыс сапарға шығатындығының белгісі. Тұрмыстағы әйел түсінде жылқы көрсе, мол рызыққа тап болатындығына ишара. Ер адам түсінде қымыз ішіп жатса, дәрежесінің жоғары болатындығының белгісі. Ер адам түсінде жылқыға айналғанын көрсе, абыройлы екендігіне ишара. Ер адам түсінде жылқымен күресіп жүрсе, күнә жасап жүргендігінің белгісі. Ер адам түсінде сұр жылқы көрсе, жақсы әйелге үйленетіндігіне ишара, ал егер үйленген болса, әйелінің жақсы екендігінің белгісі. Жүкті әйел түсінде жылқы көрсе, жүктілігі жеңіл өтетіндігіне ишара. Бойдақ жігіт түсінде жылқы көрсе, бай әйелге үйленетіндігіне ишара. Бойдақ жігіт түсінде жылқыдан құлағанын көрсе, сенімді адам емес екендігінің белгісі. Бойдақ жігіт түсінде жылқыны байлап жатқанын көрсе, жауын жеңетіндігіне ишара. Достар, осымен түс жоруға арналған шығарылымыз аяқталды. Егер де менің видеом ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар, және де подписаться бөлімін басып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.